Бүгін мен сіздермен жүктіліктің 7-ші аптасын бөліспекшімін. Соңына дейін тыңдаңыз. Жүктіліктің 7-ші аптасы. Бұл нәресте қозғалуды бастайтын уақыт. Бірақ сізге байқалмауы да мүмкін. Аяқ-қолдарында бақайлары мен саусақтары ересектердікіндей бола бастайды. Көздерін жарық пен құрғақтықтан қорғау үшін сәбидің қабақтары көздерін жаба бастайды. 28-ші аптадан бастап нәресте өз қалауы бойынша көзін ашып жаба алатын болады. Жүктіліктің осы мезгілінде сәбидің ішкі құлағы қалыптасады. Сыртқы құлағы дамиды. Сонымен қатар жақтары қалыптасып, тістің ұрықтары пайда бола бастайды. 7-ші аптадағы жүктілік кезінде анада болатын жағдайлар. Жиі кездесетін белгілер: шаршау, ұйқышылдық, жылау және сезімталдық. Өзіңіздегі өзгерістерді сезінесіз. Теріңіз жұмсақ және тегіс болады. Шаштарыңыз құрғауы мүмкін, сондықтан басты жиі жууға тура келеді. Кейде қынаптан сарғыш сұйықтық бөлінуі мүмкін. Оны уайымдамаңыз, бұл қалыпты және табиғи жағдай. Жүктіліктің бірінші кезеңінде алғашқы 3 айда нәрестенің бас пен жұлын миы, омыртқа және бұлшықет сияқты маңызды органдары қалыптаса бастайды. Сондықтан келесідей дәрумендердің қажеттіліктері туындауы мүмкін. Мырыш, фолий қышқылы, мыс, селен сияқты дәрумендерді уақытылы пайдаланыңыз.